Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай дәмді үйретін фунчоза салатын жасауға кеңес беремін. Ең алдымен етімізге тұз салып, крахмал салып, соя тұздығын қойып, жақсылап араластырып аламыз маринадталғанша. Содан соң 5-10 минутқа қойып, табаға май қойып, жақсылап қуырып алатын боламыз қызарғанша. Ол қуырылып жатқан кезде біз көкөністерімізді дайындаймыз. Барлығын қалауыңызша турап аласыз. Дайындап қоямыз. Мен қызанақ, қияр, болгар бұршын, сәбіз, кинза, чеснокты пайдаландым. Жақсылап осылай соломка етіп турап аламыз. Дайындап. Содан соң лапшамызды алдын ала дайындап аламыз. Ыстық суға бұқтыратын түрі болса бұқтырып аласыздар, суға қайнататын түрі болса қайнатып аласыздар. Мен суға қайнаған түрін пайдаландым. Содан соң кинза, чесногымызды салып, тұз, қант, кориандр, паприка, соя тұздығын құйып, жаңағы табаға қыздырылған майымызды құйып жібереміз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі, өте сочный болып шығады. Безендіру үшін күнжіт дәнектерін пайдаландым. Сіздер де жасап көріңіз. Видеоны лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.